Tükemiz var. Ahamadan Jannatin Kajok. Jannatin Kajok var. Al. Dayımızda sabahta. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тағамдарды жылдам әзірлеу технологиясы. Сабақты бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы тілектер айтып, шаттық шеңберіне шығайық, ортаға шығайық. Сүйекті алып бір-бірлеріне жақсы тілектерді айтып. Yeni uygulamalar sertlikli. Majan bugün sabahta bir sabah başladı. Senin sabah. Senin zihnin yükseltiyoruz. Yarın sabah bugün sabahtan bir sabahına gittiniz. Evet. Жақсы қыздар, барлықтарыңа мен сәттілік тілеймін отырғандар. Сабақты бастамас бұрын өткен сабақтарымызға қайталап өтейік. Шолу жасайық. Қайталау сұрақтары тақтаға қарай бірден сұрақ. Қандай халықтардың ұлттық тағамдарын білесіңдер? Алиса, айта ғой. Каваптар, дұрыс айтасың, тағы. Каусар. Палау, қандар, айды жасыры, маржан айта ғой. Түрік ұлттығының тағамы пахлава. Пахлава дей, қағда асарин айта ғой. Қазақстан ұлттығының тағамы бешбармақ. Әрине, біздің өзіміздің тағамыз бешбармақ дейді, рас. Ұлттық тағамы сорпа. Сорпалар көп жасайды дене. Жасал айданан қоса ғой, тағы. Украинаның ұлттық тағамы тұшпара. Тұшпара, жақсы. Рахмет, жақсы жарайсыңдар. Келесі екі сұраққа көшейік. Дастархан басында өзін ұстау мәдениеті туралы не біледіңіз? Каусар айта ғой. Көп сөйлемей дұршында отырғанымыз. Көп сөйлеуге болмайды, Айседің. Кендер жадып тамақты алуға болмайды және кендер батасын алғаннан кейін барып бөлімнен тұрады. Тамаққа дұрыс айтады, тамақты бастау керек және тұрған кезде батаны алып тұрмауымыз керек. Жарайды, Алиса айта ғой. Дастархан басында келіп созылып отыруға болмайды. Дұрыс айтасың, келіп созылып отыруға да болмайды екен, аха Айгерім. Үстел басында ұрсуға да болмайды. Дұрыс айтасың, ұрсып отыруға да болмайды екен, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі үшінші сұрағымызға келейік. Жартылай дайын өнімдер дегеніміз не екен? Жартылай дайын өнімдер. Аха, Ақсезім. Жартылай дайын өнімдер дегеніміз ол тамақты сатып алып, соны ары қарай дайындалып, және оған бізде салат жатады. Тұшпара жатады екен. Отыра ғой. Яғни біз ары қарай өңдеуді қаржылық ететін тағамдар екен. Тағы қосамыз ба? Толықтырамыз ба? Тағы қандай тағамдар жатады екен? Жартылай дайын өнімдерге. Маржан айта ғой. Жартылай дайын өнімдерге котлет. Котлет жатады екен. Жақсы. Тағы Алиса қосамыз ба? Жартылай дайын тамақтарға тефтели жатады. Тефтели жатады дейсіңдер. Дұрыс айтасыңдар. Айседің. Жартылай дайын өнімге құймақ жатады. Құймақ жатады дейді. Жарайды. Сәбина айта ғой. Жартылай дайын өнімдерге бифштекс жатады. Бифштекс жатады. Жарайды. Рахмет. Жауаптарың керемет. Келесі. Оқу мақсаты. Келесі. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттарына көшейік. Жылдам орындалатын тағамдар технологияларын білу және қолдану. Әртүрлі тағамдарды дайындау үшін азық-түлікке құрал саймандар мен керек жарақтарын анықтау және таңдау. Сабақ мақсаты. Жылдам әзірленетін тағамдарды дайындау үшін қажетті құралдар мен ингредиенттерін білу, жылдам әзірленетін тағамдардың тәсілдерін қарастыру, керекті құралдарды қолданып, ас мәзірін дайындау. Дәптерлерімізді алайық, кітапты ашайық, бүгінгі тақырыпты жазып алайық. Тағамдардың жылдам әзірлеу технологиясы. Кітапта 86-шы бетті ашайық.
86 бетті ашыңдар, тақырыпты жазып алайық. Тағамдарды жылдам әзірлеу технологиясы. Ал енді мына суретке назар аударайық, тақтаға қарайық, болды па? Суреттерге назар аударайық. Мына суреттерде не бейнеленген? Әрине тағамдар. Бұл қандай тағамдар екен? Кім жауап береді? Кім жауап береді? Маржан жауап бере ғой. Тез дайындалатын тағам түрлері. Тез дайындалатын тағам түрлері. Жарайды. Қандай тағамдар екен? Отыра ғой. Қандай тағам? Айару. Біріншісі ботқа. Ботқа дейді. Жақсы. Екінші тағам қандай екен? Сәбина. Екінші тағам бутерброд. Бутерброд. Жарайсың. Жақсы. Үшінші тағам. Алиса айта ғой. Жеміс салаты. Жеміс салат, яғни жемшеліктерден жасалған салаттар. Әрине бұлардың бәрі жеңіл әрі жылдам әзірленетін тағамдар, өзіне көрініп тұр ғой. Енді бұл тағамдардың қандай ұқсастықтары мен ерекшеліктері бар екен? Соны айтып кетейік. Қалай ойлайсыңдар? Кім айтады? Ал Айдан айта ғой. Бірінші ұқсастығы олар жылдам дайындалады. Жылдам дайындалады екен, міне ботқа деп отырмыз, бутерброд деп және жемшелік салаты деп, олар жылдам дайындалады деп. Отыра ғой. Ал ерекшелігі, Ерекшелігі құрамдары басқаша. әртүрлі құрамы, әртүрлі. Әрине ботқаның ингредиенттері, азық-түліктері әртүрлі болады. Бутербродты және жемшеліктері. Сонымен бүгінгі сабағымыз жылдам әзірленетін тағамдар екен. Келесі, бұл қандай тағамдар екен? Яғни жылдам әзірленетін тағамдар аз ғана уақытта әзір болады, әрі дайындау өте оңай. Бұл тағамдардың рецепттері қарапайым болғанмен, дайындалатын тағамдар дәмді, пайдалы, дәруменге бай және алуан түрлі болады екен. Жылдам әзірленетін тағамдардың түрлері таңғы асқа ұсынылатын тағамдар, десерттер, себасарлар және салаттар екен. Әрине осы жылдам әзірленетін тағамдарды біз үйге техникамен дайындаймыз ғой, әрқайсымыздың үйде техника бар екен, ол қандай техникалар, қандай техникаларды білеміз жалпы үйдегі тамақ әзірлегенде? Қысқа толқынды пеш, жарайсың. Тағы да қандай техникалар бар? Айдана сендер үйінде? Пеш бар, яғни пісіреміз. Тағы да қандай? Миксер деген бар ма? Бұлғағыш дейміз. Яғни заманауи техникалар қолданатын. Олар мысалы асы комбайны, білеміз ба? Ары қарай, аңгеба пісіргіш пештер бар ма үйде? Бәрі үйде бар ғой, қысқа толқынды пештер, шырын сырғыш дейді, және бұлғағыш деп отырмыз, және миксер деп отырмыз. Міне осындай техникаларды қолданып, біз жылдам тағамдарды әзірлейді екенбіз. Жалпы тағам әзірлейміз. Келесі. Кітапта ашыңдар, кітапта бізде табадағы жылдам әзірленетін тағам, табадағы пиццаны дайындау технологиясы көрсетілген. Осымен танысып өтейік. Бірінші, жылдам орындалатын тағамның ингредиенттерін айтып шығайық. Кім айта білген? Айсен айта ғой. 2 дана жұмыртқа, 1 ас қасық қаймақ, 3 ас қасық майонез, 9 ас қасық бидай. Ал салымына керекті кім айтады? Кәусар айтады. 4 ас қасық кетчуп, 1 дана майонез, 150 грамм шұжық, не сиыр еті, 1-2 дана қаймақ, 150 грамм қоймасы, тағамына қарай тұз, күріш. Артына қарай тұз болса керек. Енді осы пиццаның дайындау технологиясымен қысқаша түсіндіріп кетейін. Ең бірінші біз не істейміз? Пиццаның қамырын дайындаймыз. Мына жерде көрсетілген ингредиенттер бойынша қамырын дайындап аламыз. Екінші біз осы ішіне салымына керекті ингредиенттерді жаңағы айтып жатырмыз ғой. Ірімшік бар ішінде, шұжық деп жатырмыз, қызанақ дейміз, соларды турап аламыз, дайындап. Содан кейін табамызға пісіретін, яғни құрал жабдығымыз ғой, табамызға қамырды салып, бетімен салымдарын туралған дайындалған соны салып, пеште жаяу отта 15 минутта пісіріп алуға болады екен. Яғни бұл жерде технологиясында азық-түлікті пайдаландық керекті, құрал жабдықтарды қолданды.
әрине қауіпсіздік ережесін сақтай отырып біз 15 минутта жылдам әзірленетін тағам пиццаны дайындадық. Сонымен біз тағамның дайындау технологиясымен таныстық, иә? Осы технологияны таныса отырып сіздерге тапсырма берейін. Бірінші тапсырма жұптық тапсырма болып тұр бізде. Қазір тапсырманы ұсынайын. Бірінші неге қарай кестеге. Мына кестеде бірінші дайын өнімнің суреті көрсетілген. Сіздер дайын өнімнің атауын жазасыздар. Екінші сол тағамға қандай азық-түлік кетті деп ойлайсыздар. Үшінші кестеде қандай құрал-жабдықтармен соны жасауға болады. Соны анықтап жазасыздар. Әрине, мына жердегі дискрипторды басшылыққа ала отырып, дискрипторымыз жылдам әзірленетін тағамдарды дайындау үшін азық-түліктер мен құрал-саймандарды анықтаймыз. Дайын өнім бойынша түсінік береміз. Жарай ма? Мына жерде үшеуге берейін. Үшеуге қойып, ал қаламсапты аламыз, бұдан ақылдасып орындаймыз. құрал-жабдықтарды айтамыз. Біріншіміз, екіншіміз ардақ болып тұрамыз, иә? Екінші құрал-жабдық, азық-түліктерді және құрал-жабдықтарды отырамыз. Ал дайын екен? Бутерброд дейсіз, ә? Суретін көрсетші. Бутерброд. Жарайды? Керекті азық-түліктер, нан, майонез, ірімшік, қияр, шұжық. Қалсар қолданатын сұрап сұрымдай, қысқа толғанды пешінген. Яғни бұл бутербродтер, оны қай уақытта жеуге болады екен? Сұрақ. Қай кезде жейміз бутербродты? Оны таңғы асқа жеу. Таңғы асқа дұрыс айтасыңдар, таңғы асқа жеуге болады екен, иә? Жақсы, жарайды, отырыңдар. Келесі. Біздегі тағам атауы фастфуд. Фастфуд екен. Келесі азық-түліктер нан, салат жапырағы, шұжық, сыр, котлет, қияр, майонез, кетчуп. Кетчуп дейсің, Қолданылатын құрал-жабдықтар: пышақ, тақтай, тәліге, қысқа толқынды пеш. Бұл тағамдар қай уақытта жеуге болады? Табиғат аясында серуенге шыққан кезде. Серуенге шыққанда болады. Бұл тағамдардың зиянсыз деген қандай жақтары бар? Тағам бізге адам организміне пайдалы ма? Пайдалы жақтар. Пайдалы жақтары да бар, зияны да бар екен. Пайдалы жағы да екен. Көмек қосатын
мақұл айтыңыз. Көкөністерден жасалған. Көкөністерден, яғни ішіне қызанақ салып отырмыз. Жарайды. Ал зияны қандай екен? Зияны Фастфуд не қостық жаңа? біз майонез. Майонез қостық. Тағы да не қосамыз? Картоп қосамыз, қуырылған картоп қосуға да болады. Олар бізге не? Пайдалы ма? Әрине зиян. Оны көп шектен тыс көп қолданатын болса, ол неге апарады? Адамның семіздігіне апарады, адам организміне зияны бар екен. Міне осы жақтары бар екен. Жарайды, отыра қойыңдар. Жақсы, жауаптарын ал, Айдана. Біздің тағы атауымыз ботқа. Ботқа екен, Оны біз таңғы жеуге өте пайдалы. Әртүрлі жармалардан жасаламыз, ботқаны. Азық-түліктер сүт, күріш, май, қант, татымына қарай тұз. Татымына қарай тұз қосады екен. Ал ботқаға қолданылатын құрал саймандар кастрюль, тарелке және де пеш. Пеш, газға піскенде, газ пеште дейін. Үйде өздерің жейсіңдер ма бұл тағамды? Иә. Азанда жеу керек екен. Жарайды, рахмет ағарай. Себебі тамақтың аты омлет. Оған бізге керек азық-түліктер жұмыртқа, сүт, шұжық, салат жапырағы, қызанақ және дәміне қарай тұз. Дұрыс айтасың. Қолданылатын құрал саймандар тава, тарелке, пеш және пышақ. Пышақ екен. Және де омлетті таңғы асқа жеген өте жақсы. Дұрыс айтады, таңғы асқа жеу. Оны үйде жасайсыздар ма өздері? Иә. Жасайсыздар ма? Жасау жолын білеміз ба? Жарайды, рахмет. Жақсы, жауаптары керемет. Жақсы жауап беріңдер. Ал, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Енді біз екінші тапсырманы орындамас бұрын біз топқа бөлініп алайық. Мына жерде бір жай кесе әдісі бойынша кесенің суреттері бар. Осы жерден ұнаған түстерінде алындардағы екі топқа бөлінеді. Бірінші топ салат тобы, екінші топ десерт тобы. Мен мына жерге қоямын. Бірінші топ салат мұнда отыратындар. Салат мұнда отырамыз. Десерт топ, екінші топ мұнда. Ne oldu? Standart болады. Келесі топ қалды. Қазір осы сарамандық жұмыстарымыз мынандай тапсырманы орындаймыз. Бірінші топ көкөністен жасалған салат әзірлейміз. Яғни көкөністерді қолданамыз, азық-түлікті құрал жабдықтарды пайдаланып салат әзірлейміз. Екінші топ десерттедік, яғни жеміс жидектерден салат әзірлейміз. Мұнда керекті азық-түліктерді қолданамыз, құрал жабдықтарды қолданып, дескриптор бойынша жұмыс істейміз. Жылдам дайындалатын мәзірді таңдаймыз. Таңдаған мәзір бойынша тамақ әзірлейміз, қауіпсіздік ережелерін қолданады екенбіз. Яғни қандай қауіпсіздік ережесін білеміз біз. Ең алдымен санитарлық талаптарды сақтауымыз керек. Яғни ол не ол санитарлық талап деп отырамыз? Тазалық, қолымыз таза болу керек. Алдымызға фартуктарымыз керек. Ал басымызға орамал тағуымыз керек. Жақсы, тағы да Сабина айта ғой. Пышақ немесе өткір заттардан абай болуымыз керек. Жақсы, тағы да Айселін. Студенттерді турағанда астына тақтайша болу керек. Тақтайша болу керек екен, От және ыстық заттардан абай болу керек. абай болу керек екен. Жарайды, арай. Мына жерде қазір қауіпсіздік ережесін қайталап өтейік. Кесу құралдарымен қолданғанда дейді, өткір кесу құралдарынан сақ болыңыз. Олар пышақ, қайшы, сол секілді басқа дүниелер екен. Екінші, пышақ пен шанышқыны берер кезде дейді, ұшын өзіңе қаратып, ұсынуды ұмытпаңыз. Келесі, нан, көкөністер тураған кезде дейді, тақтайшаны қолданып, дұрыс кесу ережелерін сақтаңыз. Сол қолдың саусақтары бүгіліп, пышақтардың өткір жүзінен ары қашықтықты алшақ болуын ескеріңіз дейді. Жұмысты бастамас бұрын естеміз қолыңызды жуып таза болу керек екен. Міне осы қауіпсіздікті
сақтай отырып, қазір сараландық жұмысты бастаймыз. Мына жерде қазір мен өзім апарып беремін. Осы азық-түліктермен жасаймыз. Мына көріңіздер. Жем-шидектер. Керекті, мына жерде талаптарды сақтаймыз деп қой.
дәмін көріп, қандай екенін айтып, қол шапалақтау әдісі бойынша бағалайсыңдар. Түсінді ма? Ал бірінші қайта шығады. Бірінші шығады. Салат қойып ал, бастайық. Екеуің екі жерге тұрсаңызшы. Екі салаттарды екі жерге тұрмын. Ал, бастайық. Біздің жасаған салатымыз бұл көкөністерден жасалған салат. Және де бұл біз салатқа режим майонезбен режим майонезін жасаймыз. Құрамына салат жапырағы, қияр, қызанақ және майонез және татымына қарай тұз қостық. Дұрыс айтасың ба? Біз бұл салатты жасаған кезде пышақ, астына таяқтай және тәрелке және де шанышқы қолдандық. Дұрыс айтасыңдар. Біз бұл салатты біреуін домалақтап, біреуін төрт бұрыш қылып турадық. Кестіңдер ма? Жақсы. Олма, қосатындар бар ма? Отыр, рахмет. Отырмыз. Енді сабағымызды қорытайық. Екі сұрақтары бар екен мына жерде. Тақтаға қарайық. Бірінші сұрағым. Жылдам әзірленетін тағамдарды ата дейді. Палау, омлет, манты дейді. Қайсы дұрыс екен? Сабин айта ғой. Омлет дейді. Дұрыс па? Иә. Дұрыс. Келесі екінші сұрағымыз. Табада дайындалатын пиццаны әзірлеуге қажетті құрал-саймандарды ата дейді. Қазан, бірінші, екінші әмебай пеш, үшінші таба дейді. Кім жауап береді? Айгерім. Таба. Таба дейді. Дұрыс па? Иә. Дұрыс айтасыздар. Үшінші сұрағымыз. Бутербродқа керекті азық-түліктерді ата дейді. Есте сақтай. Бірінші қияр, қызанақ, ірімшік дейді. Екінші ірімшік, салат жапырағы, қияр дейді. Үшінші қияр, ірімшік, қызанақ, нан, салат жапырағы. Қайсы дұрыс екен? Ал кім жауап берген жоқ болған? Ал жауап беріп отырған. Кәусар айтсын. Қияр, ірімшік, қызанақ, нан, салат жапырағы. Нан, салат жапырағы дейді. Дұрыс айтты ма? Иә. Дұрыс айтты. Жақсы, жарайсыңдар. Бүгін біз сонымен жылдам әзірленетін тағамдарды технологиясын білдік, иә? Керекті азық-түліктерді қолданып, тағам дайындадық. Енді осы сұрақ бойынша кері байланыс беріңіздер маған. Алдарыңызда міне таяқшалар тұр. TikTok әдісі бойынша Instagram желілері, әлеуметтік желілер арқылы бірінші сабақ ұнады Instagram желісі бойынша, екінші WhatsApp желісі бойынша әлі де ізденуім керек. Үшінші хабарлама бойынша сұрақтар бар. Қайсыны таңдадыңыздар? Ұнады. Мына топта әлі де ізденуім керек. Ізденуім керек. Ал ізденуім керек. Алиса, не айтасың? Мен бүгінгі өткен сабақта тағы да жылдам дайындалатын тамақтарды интернеттен іздеп көремін. Ізденесің. Жарайды? Маржан не айтасың? Әлі де ізденуім керек. Тоқтаңыз. Мен әлі де ізденуім керек. Мен басқа да тамақтарды істеп үйренуім керек. Жасап үйренуім керек. Ал Сабина? Әлі де ізденуім керек. Себебі ата-анаммен немесе достарыммен осы салатты жасап және де интернет желісінен көп ақпарат Тапқым келеді. Жарайды. Айдана не айтасың? Мен әлі де ізденуім керек. Интернеттен көп ингредиенттер табып, әдісін табып, достарыммен, отбасыммен бөліскім келеді. Жарайды, рахмет. Рахмет, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Осы бүгінгі жасаған салаттарды үйлеріңге, ата-аналарыңа, отбасыларыңа жасап беріңдер. Әрине, қауіпсіздік ережесін сақтай отырып. Осымен сабағымыз аяқталды. Үлкен рахмет, сау болыңдар.